көңіл күй, жақсы көңіл күй, сәттілік тілеп жіберейін. Қай ерасыл бастайлы? Абдырахман, мен саған бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Ахмет, мен саған бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Жанды, мен саған бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Айнаш, сабақтардан дей сал. Саған бүгін дей сал сабақ. Саған сәттілік. Бүгін бәрі сабақтан дей сал. Сабақтан дей сал. Маған айтасың ерлі. Бүгінгі сабақтан дей сал. Нұрай, сен сәттілік тілеймін. Күнің жақсы өтсін. Сәттілік. Өте жақсы балалар. Бір-бірімізге жақсы көңіл күй тіледік. Жаңа сабағымыздың тақырыбымен таныспас бұрын, жаңа сабаққа кіріспе ретінде өткен сабақтан ой қозғау сұрақтарына жауап берейік, иә? Бірінші сұрағымыз Моңғол империясының құрылуы. Қайсымыз жауап береміз? Қайсымыз жауап береміз? Ал Ерасыл жауап бере ғой. Моңғол империясының құрылуы 1206 жылы Құрылтайда Ақсүйектер Темүшінді Шыңғыс хан деген атақ беріп, Моңғолдың әміршісі деп жарияланды. Өте дұрыс, осыдан Моңғол империясы құрылды 1206 жылы. Екінші сұрағымыз Моңғол империясының мемлекеттік құрылымын кім атайды? Моңғол империясының мемлекеттік құрылымын қане Нұрай айта ғой. Құрылымы оң қанат, сол қанат және орталық болып бөлінеді. Әр төменде 10 мыңдық, 10 жүздік және 10 ондықтан тұрады. Әскерлер тұрды, иә? Өте жақсы. Үшінші, Моңғол мемлекетінің басқару жүйесінің тиімділігі туралы қане кім айтады? Моңғол мемлекетінің басқару жүйесінің тиімділігі. Ал және айта ғой. Яса жасақ заңы. Бұл жасақ заңы Шыңғыс ханның нақыл сөздерімен әскери тиімділігінен құралған. Яғни Шыңғыс ханымыз мемлекетті осы заңның негізінде бұлжытпай басқарды. Бұл заң арқылы басқару. Балалар, енді бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбына көшейік. Барлығымыз дәптерге күн ретінде жаңа сабағымыздың тақырыбын жазып аламыз. Моңғол шапқыншылықтарының салдары деп аталатын тақырып. Тақырыпты жазып алмастан бұрын мен сендерді бүгінгі сабағымыздың оқу бағдарламасы бойынша оқу мақсатымен таныстырып кетейін. 13-15 ғасырлардағы мемлекеттердің әлеуметтік құрылымын анықтау, Қазақстан аумағындағы мемлекеттердің басқару жүйесінің ерекшеліктерін анықтау. Ал яғни бүгінгі сабағымыздың мақсаты білім алушылар Моңғол шапқыншылықтар салдарымен танысуларын керек барлықтарын, білім алушылар Моңғол шапқыншылықтар салдарын талдай білуіміз керек екен дегенде, және Моңғол шапқыншылықтардың салдарына сипаттама бере алатындай болуымыз керек. Түсінікті ме балалар? Енді тақырыпты жазып қойыңдар. Шапқыншылығының салдары. Өткен сабақта біз 1218-1224 жылы Шыңғыс хан бүкіл Қазақстанды, Орта Азияны жаулап алуды аяқтады дедік, иә? Барлық жерімізді жаулап алды. Яғни 12 ғасырдың басында Шыңғыс хан әскерінің жорықтары нәтижесінде Дешті Қыпшақ даласы толық жаулап алынды. Қыпшақтардың бірталай рулары Моңғол билігін мойындамай, қарсылық көрсетіп, көшіп кетті. Ал негізгі бөлігі, басым көпшілік бөлігі, Қыпшақтардың басым көпшілік бөлігі 13 ғасырда Шыңғыс ханның империясының билігін мойындап, империяның құрамына кірді. Кейін олар моңғолдардың шапқыншылық жорықтарына да қатысты. Қыпшақтарды бағындырған моңғолдар хан сайланатын ел бөрілі тайпасының, Қыпшақ хандығында хан ел бөрілі тайпасына сайланатын, иә балалар? Енді осы ел бөрілі тайпасының ақсүйектерін қудалауға түсірді де, ендігі хандар тек қана Шыңғыс ханның ұрпағынан сайланатын болды. Шыңғыс ханның ұрпағынан ғана сайланатын болды. Қыпшақ даласында Моңғол империясының ұлы жасақ ережелері орнығып, Шыңғыс хан орнатқан саяси дәстүрлер енгізілді. Шыңғыс хан әулетінің үстемдігі, ұлыстық жүйе, әскер жасақтау ережелері осы дәстүрлердің белгілері болды. Қыпшақ тайпаларының негізінде ортақ халық қалыптасу үдерісі тоқтап қалды. Бұл балалар процесс үдеріс 1,5 ғасырға тоқтап қалады. Дешті Қыпшақ даласының тайпалары оның аумағына келген моңғол және түрік тайпаларымен этникалық және шаруашылық қатынастарға түсті. Енді моңғол шапқыншылығының жәнегі зардаптарына тоқталатын болсақ, моңғолдардың, қыпшақтардың моңғолдарға қандай ықпалы болды, қалай әсер етті деген сөз. 13 ғасырдың басында Шыңғыс хан моңғол тайпаларын біріктірді және әлемдегі ең алып
тұрмыс еді. Қыпшақтардың және моңғол шапқыншылығының біздің елімізге тигізген зардаптарына тоқталатын болсақ, бұған өте қатты көңіл бөліңіз балалар. Бірінші зардабы моңғол шапқыншылығының нәтижесінде оңтүстік Қазақстанның отырықшы және қалалық мәдениеті құлдырады. Кейбір қалаларымыз мүлдем жойылып кетті, шапқыншылықтың әсерінен. Кейбірінің маңызы төмендеді. Бұрынғы Ұлы Жібек жолы бойындағы ірі маңызды қалаларымыздың маңызы төмендеді. Егіншілік пен қолөнер күйзеліске түсті. Балалар, енді жалпы бүгінгі сабағымыздың негізгі түсінікті болса, негізі енді сендердің қалай түсінгендерің бойынша және бүгінгі сабағымыздың мәтіні бойынша жұмыс жасайық. Тақтада суретті көріп тұрсыңдар, бірінші тапсырмамыз. Суреттердің екі айырмашылығы мен екі ұқсастығын табыңдар дейді. Яғни екі айырмашылығына 2 балл, екі ұқсастығына 2 балл. Сабақ барысында орындалатын тапсырмамыз. Суреттерге мұқият қарайық және екі айырмашылығы мен екі ұқсастығын табайық. Екеуі де өз ұлттық киімдерін киіп тұр. Тағы айырмашылығы қазақтың киімдерінде ою-өрнекпен безендірілген, ал моңғолдарда өрнек сондайлар жоқ. Тағы қандай айырмашылық бар? Қане? Кім? Ал мақсат айта ғой. Екі елде де ер адамдардың киімдері бөлек, ал әйел адамдардікі да бөлек. Яғни ер адам мен әйел адамдардың киімдерінде өзгешеліктер бар, Екінші тапсырмамыз бүгінгі сабақ барысында бүгінгі жаңа тақырыбымыз бойынша Шыңғысхан құрған моңғол мемлекеті түркі халықтарының мемлекеттік басқару жүйесін қаншалықты өзгертті деген тақырыпта 50-60 сөзден тұратын ой түйін жазайық. Түсінікті ме балалар? Жалпы балл 3 балл аламыз. Шыңғысхан құрған моңғол мемлекеті түркі халықтарының мемлекеттік басқару жүйесін қаншалықты өзгертті. Салыстыра отырып, өз ой түйіндерін жазасыңдар. Бірінші. Екінші тапсырма тапсырманың сұрағын жазып қойып, содан кейін 50-60 минуттық ой түйіндерін жазыңдар. Балалар, енді бүгін сабаққа өте белсенді қатысып, барлық сұрақтарға жауап беріп отырған, жалпы бүгінгі сабағымызда сендердің бағалау критериясы бойынша алатын бағаларды тұрды. Жапондық бағалау әдісі бойынша бағалайды. Ал Ерасыл бүгін өте сабаққа өте белсенді қатысты, өте жақсы, 9 деген балл қоямыз. Мен келісемін. Келісесің, Жәлел, саған 9 деген балл. Мен де келісемін. Келісесің, Нұрай, саған да 9 балл. Дұрыс. Келісесің. Ернұр, саған 8 балл. Дұрыс, келісемін. Сонымен біздің сабағымыз бітуге жақындады. Енді бүгінгі сабағымызға қорытындыны жәнегі еркін микрофон әдісі бойынша сендер қорытындылаңдар, сабақта. Кім не түсінді, не білді? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы моңғол шапқыншылығының салдарлары болады, Сонымен моңғол шапқыншылығы Қазақстан жеріне қандай салдарларын тигізген екен, әкелген екен? Қане, кім айтады? Бүгінгі сабағымыз бойынша қандай салдарлар тиген екен Қазақстан жеріне моңғол шапқыншылығын? Ал Ернұр айтады. Ғылым мен білім дамымады. Дұрыс айтады, ғылым мен білім дамымады. Ал Ажар. Егіншілік пен қолөнер күйзеліске түсті. Егіншілік пен қолөнер күйзеліске түсті. Тағы. Ал айта қойсам. Кейбір қалалар. Кейбір қалалар
Иә, Ерасыл. Кейбір қалалар мүлдем жойылып кетті. Мүлдем жойылып кетті. Тағы ал айта қояды. Моңғол шапқыншылығы оңтүстік Қазақстанның отырықшы және қалалық мәдениетін құлдыратты. Иә, тағы ал Нұрай. Түріктер ортасына келген моңғолдар ассимиляцияға ұшырады. Яғни түркіленіп кетті дейміз, иә, моңғолдарымыз түркіленіп кетті. Міне бүгінгі сабағымыздың негізгі ой түйіні қорытындысы осындай.